В общем, былай болған кезінде. Сол бір патша болады. Патшаға өзі делегация көп келеді ғой. Ана жақтан келеді, мына жақтан келеді. Өзінің сарайының атмосферасы ұнамайды екен ше. Әшейін айлық алсақ болды деп жүргендер да, ішінде жаңағы сарайдың ішінде жүргендер. Сонымен бұған ол ұнамайды да, сонымен уәзірлерін шақырып алып айтады. Бір әжептәуір адам бар ма дейді, делегацияны күтіп алатын. Мынау бейшаралардың қабағынан қар жауып тұр ғой дейді да, келген қонақтарды күтіп алып жатқан кезде. Сонда жаңағы уәзірлер айтады, патша дейді, базарда бір мықты шай сататын кісі бар дейді да. Ол кісінің мынадай несі бар екен. Енді араб әлемінде жүрген кісілер болса біледі бұны. Иыққа ілетін термиздер бар. Иықпен құяды ше. Базарда жаңағы кісі шай сатады екен ше. Ана шайынан бұрын жұрт ананың әңгімесін тыңдауға келеді екен. Ой, қалайық, шай болмайды жақанда, менікінен асатын деген сияқты жаңағы нелер жіберіп жинап алады да, әңгімені айтып болады екен да. Енді шай алмаймыз ба деп айтады. Адамдар әңгімесін тыңдап болғанда ұялғаннан шай алады да енді анадан. Сөйтіп күніне 2-3 термос шай сатады екен жаңағы кісі. Сөйтіп отбасын асырап жүрген. Сонымен уәзірлер келеді ғой, шай сатушы дейді. Сені патша жұмысқа шақырып жатыр дейді. Ойбай, акиматқа жұмысқа тұрайын деп жатыр, президентский аппаратураға. Сонымен бұл қуанады, айтады, сен күніне неше термос сатасың дейді. Патша саған осыдан 2 есе төлейтін болды дейді. Ойбай, болды дейді. Анау үйіне қарай жүгіреді, әйеліне қарай. Қуан жүрегі жарылып, әйеліне барып айтып, жаңа киімдерінің бәрін тазалап, ертеңнен бастап жұмысқа келе бер дейді да бұған. Таңертең жұмысқа барады. Жаңа термос салып алған иыққа. Сонымен делегациялар, жұмысы сол. Келген делегацияны күшті күтіп алу керек болды. Ана делегация келе, ой, ана жібереді екен әңгімен. Сөйтіп шайын құйып береді. Аналар деген келген шаруасын ұмытып кетеді. Ырза болып кетеді деген жаңа делегация еліне. Сонымен не керек? Патша да қызығады екен да ана әңгімесіне ше. Бірақ енді айта алмайды ғой көпшіліктің көзінше. Сөйтеді де, делегация бәрі кетті ма дейді, кетті деген. Жайлап комнатаға кірші деп айтады екен да. Жаңа әңгімелерін қайттан өзім айтып берші дейді да. Таңға дейін екеуі жібереді дейді жаңа әңгімен ше. Шайды құйып қояды да анау деген. Сонымен 1 апта өтеді, 2 апта өтеді. Бір кезде патша екеуі жалғыз қалып қоя береді ғой анау. Сонымен не керек? Бұны кім көреді? Таңертең қайтып бара жатқанын уәзір көреді ғой. Кеше ғана 2 апта бұрын жұмысқа тұрып дейді. 20 жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан адамнан көтеріліп кетті ғой мынау дейді қатты. Мен сөйлеспеймін ғой патшамен жеке қалып кабинетінде. Қаяқтан шыққан бәлесің сен? Өзім жұмысқа келіп өзіме. Сонымен бір күні жайлап бұл артына түседі ғой. Үйіне дейін барады ғой. Мені патша жіберді. Сен ертеңнен бастап аузыңды маскамен жауып кеш дейді. Аузың сен шірейді екен ғой дейді, сасиды екен дейді. Патшаның жүрегін алады екен аузыңды иш дейді. Соған масковый режим саған ертеңнен бастап. Сонымен бұл ойында ештеңе жоқ, ойланып қалды. Жаңа ғана нормально шыққан сияқты едім ғой дейді. Ертеңнен не істеп келеді? Маска тағып келеді. Келген делегацияны енді ол мимикамен жұмыс істейтін адам ғой. Деп. Дегенмен неге аузы көрінбейді масканың ар жағында. Сонымен делегацияның бәрі қайтадан сарайдың атмосферасы бұзылады ғой. Анау деп неғыла алмайды, шайын құйып береді. Тек әшейін патша уәзір шақырып алып айтады ғой, не мынанікі аманшылық па? Қайтадан сарайдың атмосферасы бұзыла бастады ғой. Патша дейді, мен айта берейін ба дейді. Айта бер. Сенің аузыңнан жаман сасық иіс шығады екен дейді да. Мынау деген жиіркенеді, құсқысы келеді екен дейді. Сол аузын маскамен жауып келіп жүр неше күннен бері. Осылай міне көре алмаушы, от салушы деген көре алмаушы деген осы. Сасық иіс бе екен дейді патша. Көрсетем кімнің сасық, кімнің таза екен дейді да. Сөйтеді де кешкісін делегацияның бәрін қайтарғаннан кейін бер кел дейді жаңа. Шай сатушыны шақырып алады. Қалай, келін қалай үйдегі, жақсы ма бәрі? Жақсы. Мына гүлді келінге апарып бере ғой дейді. Бір қуанып қалсын. Сырттан келген гүл еді дейді ғой. Жақсы деп анау қуанып ойында ештеңе жоқ. Жаңа маскасымен жайлап қайтып бара жатса, жаңа оның алдында кім шақырып қойған дейді. Сарайдың алдында анада айбалтамен тұратын қызметшілер шақырып алған дейді. Қазір бір адам гүлмен шығады деп айтады дейді. Соны ешқандай сөйлеспестен қолындағы гүлді көрген адамның басын шауып жіберіңдер дейді бірден. Мынау келе жатыр ғой гүлін иіскеп. Әйеліме барады. Ай бейшара. Сонымен уәзір жүгіріп келді де айтты дейді. Не гүл деп айтады дейді. Не гүліңіз? Әйеліме беріп жатыр, келініңе апарып бер деп. Патшеке, айналайын, 1 ай болған жоқ қой дейді жұмыс істегеніңе. Бәленбай жыл жұмыс істеп патшадан 1 гүл алған жоқпыз ғой біз дейді да. Сенен гөрі біз ғой лайықты бұл гүлге. Деді де гүлді қолынан жұлып алды да, иіскеп шығып бара жатқан кезде басы кетіп қалды дейді жаңа уәзірдің. Мынау ештеңесі жоқ, маскасымен қайтты дейді үйіне. Ертеңіне келіп тұр дейді маскамен қайтадан жұмысқа. Мына патшаның бұның кіріп келе жатқанын көреді де былайынан құлайды артқа қарай. Сен қалай дейді да? Гүл қайда дейді. Гүл қайда дейсіз? Кеше уәзірің тартып алды қолымнан. Сен лайық емессің, мен лайықпын қанша жыл жұмыс істеген деп. Дейді. Сен айтпақшы неге маска тағып жүрсің дейді. Тым жақсы жұмыс істеп жүреді, ана уәзірің ғой келіп. Аузыңнан сасық иіс шығады, патшаның жүрегін алып жатыр. Мынау деп маска кигізіп қойды дейді да. Ай дейді, күледі ғой. Гүлге лайық болған екен онда деп айтады дейді. Көре алмаушылық кімді ақыр соңында кімді не қылады екен? Өзіңді өлтіреді деген. Айналып келгенде өлетін өзіңсің.